Армысыздар, Елбес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамедқызы. Бүгінгі хабарымызда. Аймақ басшысы Екібастұзда жылу маусымына дайындық барысымен танысты. Трассадағы ажал, жүк көлігі мен жеңіл машинаның қақтығысуы салдарынан адам өлімі тіркелді. Реновация басталды. Павлодарда Лермонтов көшесінің бір бөлігі жабылды. Ертіс променад сахнасында караоке әншілері мен Қазақстан эстрадасының жұлдыздары өнер көрсетті. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Екібастұз қаласындағы 270 көп қабатты жылу маусымына әзірге дайын емес. Аймақ басшысы жылу электр орталығы және желілердің жөндеу жұмыстарының барысымен танысып қайтты. 10 қыркүйекке дейін барлығы дайын болу қажет деді. Толығырақ шығарылымның алғашқы сюжетінде. Екібастұз қаласындағы нөмірі 1 және нөмірі 3 жылу магистралін жаңарту жұмыстары жалғасуда. Өткен жылы техникалық аудит жүргізіліп, биыл желілерді ауыстыруда. Нөмірі 1 жылу магистралінің ұзындығы 1,6 шақырым болса, басқасы 2,6 километрді құрайды. Осы екі жоба бойынша науаларды ауыстыру және жылу камераларын бөлшектеу жұмыстары аяқталды. В принципе, демонтажные работы полностью завершили, да? Полностью завершили, да. Здесь у нас идет улица 40 лет Екібастуза. То есть до 40 лет Екібастуза мы с ЦТРП уже полностью... Потом я ставил задачу вот переезд на Кунаева сверху не делать. Вы учли, да? Да, под землей мы так идем по проекту. Под землей, да? Под землей идем, да. Қаланың сәндігіне жаңағындай кедергі болмайтындай. Под землей проекту. Сәндігін бұзбайтындай. А неше жылу сумен қамту бойынша қайшы сонда сусыз? В рамках этого проекта 22 дома. Қос жылу магистралінің ауыстыру жұмыстарына Қазақстан Республикасы үкіметінің резервінен 3,6 миллиард теңге бөлінген. Жұмыстар аяқталғаннан кейін 87 көп қабатты үйдегі 8 мыңнан астам тұрғынын және 500 жеке сектор баспанасын жылумен жабдықтау жүйесі жақсартылады. Бүгінде Кеншілер қаласының 270 көп қабаттысы жылу қабылдауға дайын емес. Аймақ басшысы 10 қыркүйекке дейін барлық жұмыстарды аяқтауды тапсырды. Айтмұхамбет Айғожа, Әсел Әскербекова, Герман Сосновцев, Елбес телекомпаниясы. Павлодар облысы трассасында 2 адам көз жұмды. Апат Заңғар ауылы жанында орын алған. Тәртіп сақшыларының алдын ала ақпараты бойынша үлкен жүк көлігінің жүргізушісі қарсы бағытқа шығып кетіп, жеңіл машинаға соғылған. Нәтижесінде Жигулиде болған 56 жастағы жүргізуші мен 60 жастағы жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Сонымен қатар жол көлік апаты орнынан 52 жастағы әйел мен 16 жастағы жасөспірімді ауруханаға жатқызды. Оқиға дерегі бойынша тексеріс тағайындалды. Сонымен қатар Павлодарда тағы бір жол апаты орын алып, 2 адам зардап шекті деп хабарлайды elbistv.kz тілшісі. Әлеуметтік желідегі жаңалықтарға кезек берейік. 21 шілде күні Павлодар қаласындағы Жібек жолы айналма жолында жүк көлігі мен жеңіл машина соқтығысып, 2 адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлады облыстық полиция департаментінде. Көліктер айып тұрағына қойылды. Ал Елбес телекомпаниясының Instagram парақшасында оқырмандар Павлодарда қай жерде бағдаршам қажет деген сұраққа жауап берді. Жауаптар төмендегідей. Циолковский кіші айналма. Аймаутов Сұрағанов қиылысына бағдаршам керек. Ломов Абай қиылысы. Аймақтағы жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып білгіңіз келе ме? Ол үшін elbistv.kz сайтын оқыңыздар. Сонымен қатар Елбес телекомпаниясының Инстаграмдағы ресми парақшасына жазылыңыздар. Өзекті жаңалықтарды бірінші болып біліңіз. Жас павлодарлық кәмелетке толмағанды зорлаған үшін 17 жылға темір торға қамалды. Жігіт өзінен 2 есе үлкен әйелмен бірге тұрған. Тергеу нұсқасы бойынша соның қызына тиіскен. Қылмыс 2022 жылы жасалған, ал тергеуді биыл ғана бастапты. Тергеу нұсқасы бойынша 14 жастағы қызға 2022 жылы қорлық көрсеткен. Айыпталушы сол кезде 21 жаста болған. Ол қыздың өгей әкесі бола тұра жасөспірімді өзімен жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлепті. Жігіттің туысқандар бұған сенбейді. Барлығы өзара келісіммен болған дейді.
Не было доказательств того, что... Ол қызға қатысты зорлық әрекеттерін жасағанын дәлелдейтін айғақтар жоқ. Сараптамада оның биологиялық материалдары анықталмады. Тек қыздың сөзінен алынғанын біз әрине дәлелдей алмадық. Сот қыз солай айтса, демек солай деп шешті. Қазір әйел не десе, солай шешеді. Жігітті үйіне алып келген анасы да өз кінәсін мойындауда. Күдіктеден бастағанда көңілдесін қуып жібергенін айтады. Бірнеше айдан соң жыныстық байланыс айғақтарын жинап полицияға арыз жазған. Сот павлодарлық кінәлі деген қорытындыға келді. 17 жылға темір торға қамау жазасын шығарды. Бүгінгі таңда 23 жасқа толған жігіттің анасы көз жасына ерік берді. Туысқандар үкімге шағымданатындарын айтты. Судья тіпті өзара келісім болған жағдайда да 14 жастағы қызбен жыныстық қатынасқа түсу қылмыс деді. Аталмыш жағдайда зорлау деректері тайға таңба басқандай. Потерпевшая последовательно. Жапа шегуші бұған дейін араларында қандай да бір сезім болғанын кейін барлығы орнына келгенін айтты. Біз оны сотқа шақырдық. Ол өз еркінен тыс жыныстық қатынас болғанын айтты. Ал бұл зорлау болып саналады. Сотта қыз оны растады. Айта кету керек, жас көңілдесімен тұрған әйел жапа шеккен қыздың туған анасы емес. Айтуынша оны қамқорлығына алып, енді баланың ауыр психологиялық жарақат алған үшін өзін кінәлі деп санайды. Бибін Рхамедқызы, Артем Клеван, Герман Сосновцев, Ирбис телекомпаниясы. Эко-еріктілер Усолкадағы өзен жағалауын қоқыстан тазартты. Ол туралы шағын үзілістен соң қазір жарнама. Құрметті жолаушылар, бұл жарнамада мағына іздемей Aviasales KZ-тен арзан әуе билеттерін іздеңіздер. Aviasales KZ – арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Енді достарыңды қала картасының өзінен табуға болады. Бір-біріңізге жақын жерде болсаңыз, кенеттен кездесуге болады. Жақындарыңыздың қазір қайда екенін білуге және эмоцияларыңмен бөлісуге болады. 2GIS – достарың қала картасында. Кезек бизнес жаңалықтарында айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекешев автобустардың жолаушылар тасымалы артуы жайлы айтатын болады. Әріптес, сөз өзіңде. Рахмет, әріптес, армысыздар. Қазақстанда биыл 750 миллион жолаушы тасымалданған екен. Бұл өткен жылғыдан 10%-ға артық. Аймақтар бөлінісінде ерекше өсім Алматы облысында тіркелді. Бір жылда оңтүстік Астанада да 190,5 миллион адам тасымалданған. Салыстыратын болсақ, біздің Павлодар облысында 27 миллион жолаушы тасымалданған көрінеді. Өзге жаңалықтарға көрсек, мега сауда үйі сіздерді жаңа мекен жайда күтеді. Интерьеріңіздің жаңартқыңыз келсе, Естай көшесі 77-ге келіңіздер. Практик сауда үйінің астыңғы қабаты. Айтпақшы, мегада шілденің 22-сі мен 31 аралығында 0012 жүйесі бойынша бөліп төлеу ұсынылады. Анықтама телефоны 20 40 30 және 8 776 033 40 01. Аяқ киімдердің бренд үлгілерін ұнатсаңыздар, Ральф Рингер салонында жазғы сұрыпталымға 20% жеңілдіктер. 2 жұп аяқ киім алсаңыздар, үшіншісі тегін ұсынылады. Еуропалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде 221 бутикте, Артур 2-де 356 бутикте және ескі орталық Әмбебап дүкеніндегі 22 бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22 бутик бар. Сити-центр сауда үйінде орналасқан Глассман бутигінде мектеп оқушылары киімдеріне деген арнайы ойнатылым. Мектеп формасын сатып алсаңыздар, әрбір 20 мың теңге үшін бағалы сыйлықтар ойнатылымына купон беріледі. Басты жүлде iPhone 15 смартфон 1 тамыз күні ойнатылады. Мекен жайы Академик Сатпаев 132 қабат. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Үздік сән үлгісін таңдаңыз. Style by Glassman.
Жазды ұмытылмас өтуін қалайсыздар ма? Онда Кинза дәмханасына асығыңыздар. Бұл жерде ең дәмді ет пен керемет бас қосуларға арналған барлық жағдай жасалған. Аспаздың бірегей кәуаптары да нағыз гурмандардың өзін таңғалдырады. Катаев көшесі 24 бөлшек 1 тапсырыс беру және жеткізу қызметі ойластырылған. Телефон 8701 916 59 52. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 476 теңге, евро 517 теңге, ал рубль 5 теңге 45 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы сөз кезегі өзіңізде әріптес. Дархан, рахмет. Жастар бастамаларын дамыту орталығы қызметкерлері мен еріктілер экодесант экологиялық акциясын ұйымдастырды. Оның мақсаты адамдарда экологиялық мәдениетті қалыптастырып, табиғат пен еңбекті құрметтеуге үйрету. Тазалық шарасын олар Усолка мөлтек ауданында өткізді. Усолка мөлтек ауданы жазғы уақытта адам ең көп демалатын аумақ болып саналады. Сол себепті еріктілер осындағы өзен жағасын таңдаған. Адамдар демалған соң өзінен кейін қоқысты мүлдем жинамайды екен. Көбінесе мұнда пластик, бөтелке, пакеттер мен шыны шөлмектер тастап кетеді. Сегодня мы совместно с центром... Жасыл ел облыстық штабы жыл сайынғы экологиялық акцияларға қатысады. Республикалық таза Қазақстан акциясы аясында біз сәуір айынан бастап көптеген орынды қоқыстан тазарттық. Тамыз айынан бастап біздің жасыл патруль Усолканың жағалауын тұрақты түрде жинайтын болады. Еріктілер қоқысты өздерімен әкетіп қана қоймай, демалушыларға тазалық туралы айтып буклеттер таратады. Осылайша еріктілер тобы адам көп шоғырланатын саябақтар, көшелер мен аулаларға барады. Бибінұр Хамедқызы, Станислав Кейкин, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлықтар жаңбыр кезінде су тізеден асады деп шағымдануда. Қалалықтар жолдарды асфальттағанда талаптар сақталмайды, жаяуларға қиын дейді. Бейне айғақтарын біздің мобильді қосымшаға жіберіпті. Бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы Әми зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Вот так у нас сложит асфальт. Посмотрите. Что-то не по колено люди ходят. И вот это уже каждый год такое. Когда уже исправят дороги нормально и сделают, а? Что за безобразие? Суворова, 9-этажка. Напротив магазина «Артур». Поменяли асфальт. И вот такой вот лист. Не убирают прилежащие магазинчики. Уже месяц скоро будет. Такая вот листва около каждого магазинчика. И ни один работодатель не соизволит выйти и убрать. А это наш дом, Камзина 106. 7 подъездов, 10-этажка, почти 300 квартир. Детей очень много. Вот наша детская площадка. Одна единственная. Там пусто. Стоит старье, которое еще алюминчики нам строили. Вот здесь поле. Ребят очень много. Играют в футбол. Просим, пожалуйста, сделайте нам, огородите футбольное поле. Екінші Павлодар тұрғындары қалалық әкімдікке Литвинов саябағындағы мереке үшін алғыс білдіреді. Подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Әми зауыты Павлодарда Эльбрус маркалы заманауи ұзақ жанатын қазандықтардың жалғыз өндірушісі. Оларды кәсіби автоматтандырылған жабдықта жасайды. Барлық өнімдер жоғары сапа стандарттарына сәйкес келеді және сертификаттаудан өткен 5 жылға дейін кепілдік беріледі. 15-тен 1000 киловаттқа дейінгі қазандықтар үйлерге де, коммерциялық мекендерге де жарамды. Олар бүкіл Қазақстан бойынша сұранысқа ие. Зауыттың жеке конструкторлық бөлімі бар. Онда болашақ өнімнің сызбалары жасалады. Маңызды сәт. Эльбрус қазандықтары үстеме бағасы
сатылады. Сондықтан олар нарықтық құннан 30%-ға арзан. Өйткені барлық жеткізілімдер тікелей өндірушіден келеді. Егер сіз ұзақ жылдарға созылатын сапалы өнім алғыңыз келсе, Эмми зауытына хабарласыңыз. Олар орталық өнеркәсіп аймағы 230 үйде орналасқан. Толық кеңес алу үшін 8-708 306 17 18 немесе 660403 нөміріне хабарласыңыз. Е болмаса pzemi.kz сайтынан біле аласыз. Ауқымды жаңарту жұмыстарына байланысты Павлодардың орталық көшелерінің бірі 8 күнге жабылады. Осыған байланысты коммуналшылар маршрутты алдын ала жоспарлауға кеңес береді. Толығырақ коммуналдық ақпарда. Лермонтов көшесін реновациялау жұмыстарына байланысты ағымдағы жылдың 21 шілдесінен 29 шілдеге дейін жабық болады. Әкімдікте көлік жүргізушілеріне бағытты алдын ала болжауға кеңес берді. Осы орайда кейбір қоғамдық көліктердің жүру схемасына да өзгертулер енгізілуі мүмкін. Бұл Лермонтов көшесі Луговой көшесінен Астана көшесіне дейінгі аралыққа қатысты. Жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Гагарин 76 бөлшек 3, 78-80-82 және Ломов 179, 179 бөлшек 1, 179 бөлшек 2 мекенжайындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары түскі 14:00-ден 17:00-ге дейін өтеді. Ал егерде қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705 63185, телефон нөмірі 559999. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнайдарымызда көтеретін боламыз. Павлодарда металлургтер күнін ауқымды атап өтті. Қалалық мәдениет сарайында өндіріс озаттары құрметке ие болды. Кәсіби мерекемен бірге Павлодар алюминий зауыты мен электр станциясының 60 жылдық мерейтойы атап өтілді. Біздің тілшіміз толығырақ айтып береді. Үздік металлургтерге нағыз жұлдыздарға сай құрмет көрсетілді. Салтанатты жиында RG компаниясының және оның құрамына кіретін кәсіпорындардың алдыңғы қатарлы қызметкерлерін марапаттады. Қалалық мәдениет сарайына Қазақстан электролиз зауыты және Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының үздіктері жиналды. Қазақстан электролиз зауытында мен 17 жыл істеймін жұмыс, профессионал болдым. Осы сыйақы бергеніңе үшін өте қуаныштымын. Үлкен рахмет компанияға, біздің республикамызға, осы заводқа, осы сыйақы берген үшін маған. Металлургтың қызметі менің ойымша ең жақсы жұмыс. Ер адамдарға лайықты жұмыс. Оның металлмен, шойынмен жұмыс істеу сияқты жағымды жақтары бар. Бұл біз үшін үлкен мереке. Мен барлық әріптестерімді кәсіби мейраммен құттықтағым келеді. Оларға денсаулық, бақыт, еңбектерінде табыс тілеймін. Өндіріс озаттарына мемлекеттік наградалар, төсбелгілер, дипломдар, алғыс хаттар. Ең бастысы Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы тұрғын үй бағдарламасы бойынша пәтер алуға сертификаттар табыс етілді. Павлодар алюминий зауыты мен электр станциясының 60 жылдық мерейтойына орай көшеде металлургтерді тағы бір үлкен тосын сый күтті. Оған жаңа темір тұлпардың біріне Андрей Соколов ие болды. Ол 1983 жылдан бастап Қазақстан алюминий акционерлік қоғамында жүргізуші болып жұмыс істейді. Күтпеген жерден жасалған тосын сыйдан көңілі толқығанын жеткізді. Менің қуанышымда шек жоқ. Бұрыннан сапарға шыққым келіп жүр. Өзімнің бұрынғы көлігіммен жолға шығу қорқынышты болды. Енді жаңа көлігім бар. Сапарға шығамын. Дүбірлі думан жұлдызды концертпен жалғасын тапты. Бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша ең үздік орындаушыларды шақырған. Осы жылы Әміре және Не просто оркестр жиналғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. жылғы металлургтер күні тарихта қалар анық. Кәсіби мереке ауқымды және өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Альфия Омарова, Азамат Айтхалин, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Еуразиялық топ құрамындағы Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Ақсу ферроқорытпа зауытының ұжымы кәсіби мерекесі металлургтер күнін ауқымды атап өтті. Өткен аптада 400-ден астам зауыт қызметкері түрлі деңгейдегі марапаттар мен ақшалай сыйлықтарға ие болды. Ал қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткен мерекелік концерт пен отшашу моноқала тұрғындары үшін де ерекше сый болды.
Кәсіби мерекеде зауыт басқармасы алдындағы алаңда құрмет тақтасы жаңартылды. Онда балқытушылар, слесарлер, инженерлер және кәсіпорынның мақтанышына айналған өндірістегі озат 33 қызметкердің портреті қойылды. Металлургтерді кәсіби мерекемен ARG директорлар кеңесінің төрағасы Шухрат Ибрагимов құттықтады. Сіздердің жұмыстарыңыз оңай емес. Сіздерді әрдайым үйде жақындарыңыз күтеді. Сондықтан ең алдымен өзіңізге және өз денсаулығыңызға қамқор болыңыз. Тағы да кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай отыра, әрқайсыларыңызға зор денсаулық, бақыт пен байлық тілейміз. Айта кету керек, құрмет тақтасын жаңарту жетекші кәсіпорынның игі дәстүріне айналған. Ағымдағы жылы бұл құрметке ие болған қызметкерлердің барлығы алдағы бір жылда жалақыға 20% үстемақы алады. Сондай-ақ өндірістегі жетекші кәсіпорын Ақсу ферроқорытпа зауыты металлургтер күнінде қала тұрғындарына да ерекше мерекелік демалыс сыйлады. Мұны қаланың кішкентай тұрғындары үшін арнайы алаңдар жұмыс істеді. Сонымен қатар аниматорлар жиналғандарға көтеріңкі көңіл күйін сыйлап, түрлі конкурс ұйымдастырып, сыйлықтарды табыстады. Балалар спорттық сайыстарға қатысып, салауатты өмір салтын дәріптесе, шығармашылыққа жақындар Қазхром логотипі бар магниттерді бояды. У меня магнит от Қазхром, я нарисовала, тут все раскрасила и могу забрать с собой. Мы сейчас раскрашиваем тут всякие магнитики, очень классный праздник. Тут прям очень-очень разные всякие приключения. Прям очень хороший праздник. День металлурга. Это очень классный праздник. Дүбірлі мерекеде ересектер арасында да кіл мықтыларды анықтады. 2 минут ішінде құм салынған қаппен отырып тұруға ниет білдірген барлық тұрғындар қатысты. Сонымен қатар дәл осы алаңда қол күресінің үздіктерін анықтады. Кеште мерекенің басты кейіпкерлері үздік металлургтерге құрмет көрсетілді. Оларға кәсіби мерекеге орай құрмет грамоталар мен төс белгілері, ақшалай сертификаттар табыстады. Сый құрметке ие болғандар арасында нәзік жанды қызметкер Ольга Фамина бар. Ол 3-ші дәрежелі еңбек даңқы төс белгісіне ие болды. Еңбек өтілі 18 жыл. Я попала на завод. Мен зауытқа кездейсоқ келдім. Өндірістік үй-жайларды тазалаудан бастадым. Кейін конвейер машинисі болдым. Биыл бірінші рет марапатталдым. Өте қуаныштымын. Әрине, бұл әйел адам үшін қиын жұмыс. Бірақ біз барлығына үйренісіп кеттік. Жыл сайын еңбек жағдайларда жақсарып келеді. Ал Ерік Алиев еңбек даңқы орденінің толық кавалер атанды. Ақсу ферроқорытпа зауытында 41 жылдан бері еңбек етуде. Қазіргі уақытта ауысым шебері қызметінде. Заводқа 83 жыл келдім әскерден кейін. Одан бұрын училищеде оққам. Сосын әскерге барып, әскерден келіп, сол заводқа келіп 83 жылдан бастап істеп жатырмын. Сол горновой болдым, помощник, бригадир, мастер, начальник смены. Ақсу ферроқорытпа зауытының бастамасымен қаланың басталанына қарама-қарсы орналасқан көп қабатты үйлердің бірінің қабырғасына кәсіби мереке қарсаңында мурал салынды. Күлімсіреген металлургтің портреті бірден моно қаланың басты көрікті орындарының біріне айналды. Ал кешке Ақсу тұрғындары үшін зауыт қызметкерлері және қаланың шығармашылық ұжымдарының қатысуымен мерекелік концерт өтті. У нас здесь живет народ славный, есть жила узнать, как ты расплавный. Мелкий, брутальный, завод ферросплавный, строгий и забавный. Аксу ферросплавный, явно главный. Это ферросплавный, лидер капитальный, мощный нереальный. Ауқымды концерттік бағдарлама қазақстандық эстрада жұлдыздары Луина, Калифорния және Royal Beat барабаншыларының керемет өнермен жалғасын тапты. Металлургтердің дүбірлі думаны түнгі аспандағы түрлі түсті от шашумен аяқталды. Альфия Омарова, Демир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлықтар қала күнін кең ауқымда атап өтті. Облыс орталығының түрлі мөлтек аудандарында, саябақтар мен көшелерінде көптеген шаралар өтті. Бұл конкурстар мен көрмелер, түрлі концерттер, ал орталық жағалауға жиналғандар мерекелік бағдарламаны асыға күткендерін жеткізді. Павлодарлықтар үшін қала күні ерекше мереке. Себебі тұрғындар мұндағы әр саябақта барлығына танымал Ертіс өзені жағалауын, тарихи орындар мен тіпті еш қалада жоқ трамвайларын мақтан тұтатынын жеткізді. Любимый, родной город. Поздравляем, пусть цветет, пусть развивается, мы любим его. Так что всего доброго. Я поздравляю всех павлодарцев с вашим праздником. Желаю, самое главное, вот я смотрю, у вас дружные люди,
очень добрые. Павлодар прекрасный, красивый город, добрые люди, город зеленый. Көрермендер театрландырылған қойылымдарды тамашалап, күні бойы түрлі спорттық шаралар мен конкурстарға қатысып, кешке қарай үздік хиттарға билеп, мерекелік көңіл күйге бөленді. Қала күніне арналған концертте Ертіс променад сахнасында кавер караоке ПВЛ финалистері мен жергілікті шығармашылық ұжымдары өнер көрсетті. Ал кеш хедлайнері ретінде Турар, Севак және Дастан Оразбеков ән салды. Бибинур Хамедқызы, Станислав Кекин, Ербес телекомпаниясы. Павлодар хоккей мектебінің түлегі келесі маусымда барыс сапында өнер көрсетеді. Олег Байко елордалықтармен келісімге келді. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Какой вкусный пирог. Челен молодец. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің диаметриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы кіші айналма жолы 4/5, байланыс телефоны 8771 425 7002 8771 475 7002. Қала күніне орай жергілікті ипподромда бәйге ұйымдастырылды. Жеңімпаздар қомақты сыйақы үшін күресті. Құнан бәйге тәртіптемесінде қарағандылық шабандоз 8 шақырымда барлығынан жылдан бағындырды. 24 шақырымда Галицкая ауданының өкілдері чемпиондық атақты тойлаған. Оған 1,5 миллион теңге табысталды. Сонымен қатар Павлодар қаласы күнін мерекелеу аясында қала ран қайырымдылық марафоны өтті. Спорт думаны жақсы дәстүрге айналуда. Биыл үлкен қашықтықты жүгіріп өтуге асық тұрғындар саны арта түскен. Таңғы сағат 6-да тұрып марафонды бағындырғандар қатарында Ербес тілшісі Дархан Бекішев те болды. Қаларан спорттық думаны қатарынан екінші жыл павлодарлықтарды қуантуда. Биыл оның ауқымы арта түскен, қатысушылар саны көбірек. Жалпы 5, 10 және 21 шақырымдық қашықтықтар ұсынылып отыр. Әркім өзінің физикалық дайындығына сай қашықтықты таңдайтын болады. Өз басым 10 шақырымды таңдап отырмын. Жалпы қала күн мерекелеу үшін керемет шара деп білемін. Өзіңнен баста Павлодардағы марафон дәл осындай ұранмен өтті. Спорт думанына 500-ден аса адам жиналды. 200 желаяқ 5 шақырым, 200 10 шақырымға тіркелсе, 100 кіл мықты 21 километрді бағындыруға тіркелді. Жастар
қариялар, кәсіби спортшылар, әуесқойлар. Ешқандай шектеу болған жоқ. Барлығын біріктірген Павлодар қаласына деген махаббат. Қазір бүкіл әлемде таңғы марафондар дәстүрге айналған. Алматыда 12 мың адам қатысады. Бізде 500 адам. Жақсы бастаманы қолға алдық. Келер жылы қатысушылар саны артады. Павлодарлықтар өте белсенді. Жалпы марафоншылар көбеюде. Ерте тұрып, орталық жағалауға шықсаңыздар, мұны байқауға болады. Марафоншылар Хим қалашығын толық айналып өтіп, Торайғыров көшесімен Сәтбаев және Назарбаев көшелеріне шығып, өзен вокзалы арқылы мәреге жетті. Полиция қызметкерлері көлік жүрісін уақытша тоқтатып, волонтерлармен бірге қауіпсіздікке жауапты болды. Айту керек, сайысқа қатысу үшін желаяқтар 1000 теңгелік жарна төлеп, фирмалық жүйеде бас киім тіркеу нөміріне және медальге ие болды. Барлық жиналған қаражаттарды ұйымдастырушылар қайырымдылыққа жаратады. ММА-дан аймақ намысын қорғап жүрген жауынгердің келесі жекпе-жегі белгілі болды. Фаниль Рафиков Перс Хейбатимен кездеседі. Аталмыш кездесу қызықты өтетіні сөзсіз. ММА сүйер қауымы аталмыш жекпе-жекті тағатсыздана күтті. Павлодарлық Фаниль Рафиков жеңісті сериядан кейін мықты қарсыластарын шаршы алаңға шақыруда. Қазір поп ММА лигасының жұлдыздары да қалыс қалмауда. Мухаммед Хейбати қарсылас ретінде. 26 қазанда Қазақстанда жекпе-жек өтеді. Фаниль Найза лигасымен келісімге келді. Мен де оны күтудемін. Қарсыласыма айтатыным, дайындал. Мен сені ұратын боламын. Фаниль Рафиков соңғы рет Нариман Аббасовпен кездесіп жеңіске жетті. Хейбати болса, кішігірім сәтсіздікке ұшырағандай, ол бразилиялық Диего Брандаодан ұтылды. Павлодарлық велошабандоздар Қазақстан чемпионатынан 2 күміс медальмен оралды. Текеліде Маутенбаевтен ұлттық біріншілік өз мәресіне жетті. Арулар арасындағы кросс-кантри сайысында жоғары бәсекелестік орын алды. Алтын медаль үшін Қызылорда облысы және біздің Татьяна Генелева сайысты. Жерлесіміз мәреге екінші келді. Эстафетада велошабандозға қарсы Жетісудың 2 құрамасы шықты. Бұл топта Алтынбек Аханов, Вячеслав Климеров, Артем Наумов және Татьяна Генелева вице-чемпион. Бұл уақытта биатлоннан аймақ құрамасы қорытынды жарысқа қатысты. Петропавл қаласында ел кубогының 4-ші кезеңі басталды. Қыс мезгілінің 4 кезеңі артта қалды. Олардың әрбіреуінде павлодарлықтар жүлдеге ілікті. Біздің спортшыларға басқа аймақ өкілдері бәсекелестік танытқан. Алдағы уақытта биатлоншылар кеңесінің жазғы туры өтеді. Петропавл қаласына бармас бұрын жерлестеріміз Астанада қорытынды жарысқа қатысқан. Неделю полностью работали на рубеже. Бір апта бойы ату деңгейін арттыруға бар күшімізді жұмсадық. Спортшылардың 80-85% мергендік танытты. Балалар тәжірибе жинап, оны жарыста қолдануға тырысады. Қорытынды кезең алдында біздің команда көшбасшылардың қатарында 3-ші орында келеді. Ақмола және Шығыс Қазақстан облысының спортшылары жоғары орналасқан. Жерлестеріміз позициясын жақсартуға тырысады. Павлодарлық муайтай шеберлері кезекті рекорд жаңартты. Астана қаласында жекпе-жектің аталмыш түрі бойынша ауқымды фестиваль ұйымдастырылды. Ертіс өңірінің спортшылары 30 медальмен оралды. Әрбір салмақ дәрежесінде қызу жекпе-жектер өтті. Павлодар командасы елордалық сарапшыларды таң қалдырып, үйге 10 алтын, 9 күміс және 10 қоламен оралды. Үлкен құраманы қатыстырдық. Ата-аналардың қолдауы жақсы болды. Олар қаржылық жағынан көмектесті. Соның салдарынан осыншама көп медаль әкелдік. Астана кубогіне елдің ең мықтылары жиналды. Павлодар облысының құрамасы командалық есепте 1-ші орынға жайғасты. Жоғары нәтиже көрсету үшін өрендер дайындықты бастап кетті. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар.
Күннің басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамедқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.